өзіңіз жайлы айтыңыз. Мен Реалға қарсы ойнағандарға қызыл қағаз көрсете аламын. Қабылдандыңыз. УЕФА. Кешегі ойында Реалдың жеңісіне көпшілік Мендидің голы емес, Турешінің қолы, яғни Аталанта ойыншысын алаңнан қууы себеп деп жатыр. Біз де қайталап көрейік. Міне, мына эпизод. Сүрінбе қызым, құлама қызым. Көбісі мұны соңғы үміт кезіндегі фол деп қарастыруда. Бірақ бұл сәтте Реал ойыншысы допқа толыққанды бақылау жасамады ғой. 2-1 ойыншы таласты. Просто Фройлер үлгермей қалды. Сары қағаз көрсетсе де болар еді. Ал Тобиас Штилер бұл сәтте қызыл көрсетті. Ал сіз қалай ойлайсыз? Пікіріңізді астына қалдырыңыз. Жалпы Реалға қарсылас болғандар Элче плей-оффы тарихында 15 қызыл қағаз алған екен. Тек Барса қарсыластар ғана плей-офф тарихында осыншама рет алаңнан қуылған. Барса және Реал жанкүйерлерін бір-бірін жақсы түсінуге итермелеген тарихтағы алғашқы адам мен. Я с вами, братья. От души, брат. Осылайша 10 ойыншымен қалған Аталантаға қарсы кездесуде Реал 1 гол соғып жеңіске жетті. Сырт алаңда сұмдық голдың авторы Ферлан Менди. Ой, блестяще! Блестяще! Өзінің Элчедағы дебютті голын соқты. Өзінің айтуынша, бұл голды күтпеген соншалықты. Тіпті қалай тойларында білмей қалыпты. Менди, білмей жатсаң келесіде қалай тойлауды. Бүйтіп биле. Дегенмен де Реал Испания футболының абыройын сақтап қалды. Ато плей-оффқа өткен 3-1 испаниялық команда алғашқы ойындарда подряд жеңілді. Бірақ мойындау керек. Қаймақ түстілер Ла Лигада Кадистен жеңілер. Кубокта Алькоянадан ұшып кетер. Бірақ Чемпиондар лигасына соңына дейін күреседі. Зидан шәкірттері мұнда өз үйлерінде жүргендей сезінеді. Дәл сол Еуропа лигасындағы Севилья секілді. Реалда жаңа капитан Варан. Варан – это самая большая и сильная ящерица. Ой, сорри. Рафаэль Варан. Ол өзінің кеше Реал үшін бүкіл турнирді қос есептегендегі 350-ші матчын өткізді. Бедный Питер Паркер. Айтпақшы, бұл Реалдың Элче плей-оффындағы мерейтойлық 100-ші матч екен. Турнирдегі абсолютті рекорд. Несі бар? Құттықтаймыз. Өзгелерге жұғысты болсын. Ал матчтың қаһарманы ретінде Ферлан Менди атанды. Тым қиын нұсқаның арасынан іріктеліп таңдалып алынған нұсқа. Тамаша. Шынайы күнші дәлмендей. Өкінішке орай Аталанта өз алаңдағы ойында жеңе алмады. 2019 жылдың сәуірінен бастап бергамолықтар алғаш рет ойында бірде-бір мәрте створ жасамапты. Қызыл қағаз болмағанда бәлкім басқаша ойын көретін бе? Кім білсін? Осылайша плей-оффтағы 3-1 италиялық клубтар алғашқы кездесуде қатарынан жеңілді. А сериясында бәрі Лев Толстой, ал сыртта сол күннің екінші матчы. Ман-Сити сырт алаңда сенімді жеңді. Кімді? Боруссия Мюнхен-Гладбахты. Қанша? 0-2. Әдетте, Ман-Сити үшін плей-офф қорқынышты түсті еді. Тіпті мафия ойын секілді тұғын. Қала ұйықтап мафия оянатын. Бірақ бұл жолы барлығы керісінше. Енді ұйықтайтын мафиялар. Қала оянды. Қала оянады. Оянғаны былай тұрсын қаланың. Олар тіпті ұйқының не екендігін ұмытқан. Бүкіл турнирді қоса есептегенде 19 матч бойы қарсыластарын қатарынан жеңіп келе жатыр. Сондай-ақ қатарынан сырт алаңдағы 12-ші жеңісіне қол жеткізді. Бұл Англия жоғарғы дивизиондағы командалар тарихындағы рекорд. Ержан, вставай. Салам алейкум, вставай, на работу пора, ты че спишь? Есеп ашқан Бернарду Силва. Оның қарқыны тамаша. Ман-Сити үшін соңғы 6 матчта 3 гол және 3 нәтижелі пас. Гвардиола шәкірттері паспен ғана емес, баспен де жақсы ойнай алатындығын дәлелдеп жүр. Причем екі бағанада да. Ал есепті ұлғайтқан Габриэль Жезус өзінің Элчедағы 27-ші матчында 16-ші голын соқты. Билегім келеді, билегім келеді, билегім. Сондай-ақ олардың қорғанысында айта кетейік. Биылғы маусымда олардың осы позициясы ерекше мықты. Чемпиондар лигасына өз ақпаларына гол өткізбей келе жатқанына 616 минут. Ал жалпы Ситидің бұл осы маусымдағы 24-ші құрғақ матчы. Рубен Диаштың эффектісі. Эдерсонды АПЛда клиншит жағынан алда. Одан бөлек тасқамал Стоунс та бар. Басқа не керек? Осы жеңісінен соң Пеп Гвардиола Элче тарихындағы жеңістер саны бойынша үздік бапкерлер тізімінде 4-ші орынға көтерілді. Жозе Мауриньоны артқа тастап, алдындағы Арсен Венгерді маусым соңына дейін қуып жеткісі келеді енді. Осылайша топ 3-тіктің де ауылы алыс емес. Жайылап отыр менің ауылым. Қаладан ауылға тасташ.
Осылайша ЛЧ-ның плей-оффындағы алғашқы матчтар аяқталды. Біз барлығына да шолу жасадық. Интригасы жойылған матчтар бар. Әлі сақтауларда тізімде. Бірақ ширек финалға нақты кімдер өтетіндігін алдағы наурыз айындағы кездесулерде білетін боламыз. Ғажайыпқа толы Чемпиондар Лигасының матчтары бізді тосын сыйларымен күтіп тұр. Ол жағы түсінікті. Келесі кездескенше. Жатырды сиіп жат. Кел бері, қолыңды созмаған еңбектен тербеле, билесін көзгелер бұл битпен сөз берем, ақталат маңдай тетерлеткен еңбектеп. Кел бері, қолыңды созмаған еңбектен тербеле, билесін көзгелер бұл битпен сөз берем.